Тірлікті қатты істеп қойдым ба бүгін деген тас ұйықта қаппын. Азанда тұрсам сағат 7. Сағат 7 мен 4:30-да тұруым керек. Атам ұрсатын болды ғой деп қораға қарай жүгірдім. Сиырлардың малақтарын тез алып, сиырларымды сауып, тағы сиыр сауып отыр. Айтып қоямын ғой, мә, бүгін паданың шықпаған қандай жақсы болды. Пададан сиырлар қырып кеткен кезде сөзі точно атам мені өлтіретін еді. Өзімнің де телефонымның да таймлапсын қосып алып, сүтімді ұстап жүгіріп үйге әкеліп пісіруге газге қойып кеттім. Айран ұйытамын. Сол жүгіргеннен сарайда қанша уақыттан бері қапта тезектер тұрған болатын. Бұл тезектерді негізі біреу келіп алып кету керек еді, бірақ әкетпеді. Маған қашаннан бері шығарып таста деп айтып жүрген, ауыр болғаннан кейін шығарғым келмей жүрген ғой. Балаңыз келіп өзі шығарып тастайды деп ше. Басқасы атамның айтқан тірліктерін істеп тастайын деп бәрін төгіп тастадым. Сөйтіп тез қаптарымды жинадым да үйге қарай тайдым сүтіме. Кесем, сүтім пісейін деп тұр екен. Атам оянып қалмады ма екен деп тағы да терезеден қарап қоямын ғой есіктің алдына. Кеше баламның каретаға түсіп жүргенін көріп, келінімнің де бассейн әкеліп берген. Бірақ атам балдарын қайта суға түсіп ауырып қалады ғой деп сөйлеп еді. Қойып бұны да жинап тастайын, қазір атам көрсе тағы ашуланар деп бассейнді де жинап тастадым. Қыстың күні немерелеріме, шөберелеріме қақтан компот жасап бересің ғой деп атам өзі қақ жасап қойған болатын. Соны төбеге шығарып қой деп жүрген ғой. Оны да жүгіріп жүріп шығарып тастадым. Жүгіре беріп сутер болған ғой. Ең бастысы атамның айтқан жұмыстары бітті. Атамның бөлмесіне барып қарасам, атам ұйқысынан енді оянып келе жатыр екен. Әйтеуір үлгердім ғой деп күніге азанда мен бір бокал су ішемін. Сол суымды асықпай тұрып ішіп алдым. Негізі азанда күніге бір бокал су ішу керек. Бірақ біздің үйде бокал жоқ. Неге екенін білмеймін, әйтеуір біздің үйге бокал жақ келмейді. Шайымды қойып, беті қолымды жуып, азанда 5-те тұрған келін ұқсап, атаммен бетім бір кетпей шай ішіп отырмын.